Адам өмірінің мәні неде? Мен дұрыс пен бұрысты ажыратудан қалдым. Өзімді түкке тұрғысыз жаны бар тіршілік иесі секілді сезінемін. Қарадай көңіл күйім құлазып, басым ауған жаққа кетіп қалғым келеді. Мен осы өмірде қай жерде қателестім? Қиыншылықтан қалай құтылам? Тығырықтан қалай шығам? Қай жолды таңдаймын? Мен кіммін? Еңбек. Қолөнерлі кісі қоғамның ең бір пайдалы адамы. Бірнеше жылдар бойы алақанының қаны менен, маңдайының тері менен салып шыққан өмірге келтірген нәрселеріңді көлденен көк атты кие жарып, мен салдым, мен салғыздым деп тұрады. Қолөнерлі жан өз өнеріне мейірлі болып, жақсы көруі керек. Өзін жақсы көрмей, өзін сүймей, басқаға жақсы көрсете алмайсың, сүйдіре алмайсың. Әр уақытта барға қанағат етіп, қалмай ізденіп, үйреніп, ұдайы өзін өзі жетілдіруге тырысуы қажет. Ерінбей еңбек етіп, өнері мен тапқанына бола кербездікке салынбай, мақтанға бой алдырмау керек. Ғылымсыздық. Ғылымсыз ақырет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында, мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң, тағы қайыршылыққа түседі. Ізденіс. Балаларды оқыту керек. Сонда баланың көкірек көзі ашылады. Баланы оқыту үшін ештеңені аяма. Әр елдің тілін, өнерін үйренген, білген дұрыс. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мұны көріп, және үйренушілер көбейсе, біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Талапсыз. Адам баласы ең жаманы талапсыз. Адам баласы мақтанғанды жақсы көреді. Біреу оған бәрекелді деп айтса, сол сөзді тағы да естігісі келіп тұрады. Маған бәрекелді десе, осы өзіммен серіктес, сырлас осылар бәрекелді дер дейді. Талаптың ішіне басына қадыр іздеп, біреу мал қуып, сараңдықпен, арамдықпен әйтеуір мал тапсам. Мал тапқан ердің жазығы жоқ, малдың беті жарық дейтін мақалға сеніп, етте болсаң да халық мал тапқан адамды сөге көрмейді деп, алдына мақсат талап қояды. Ой жүйріктігі. Естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау. Надандық. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жырлап, не сырлап айтқан менен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен біткен надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гуілдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрыла алмайды. Егер сөз айтсаң,
түгел тыңдап тұра алмайды, не көңілі, не көзі алаңдап отырады. Ақыл, ғылым. Бұлар еңбекпен табылған нәрсе. Көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын бәрінде бағанағы жиған нәрсемен есеп қылып, қарап табады. Мұндай адамды ақылды дейміз. Еріншектік. Осы ісіңмен қанағаттан, артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып, өнер арттырып, түзден өнер іздеудің қажеті жоқ дейді. Осы қолыңдағыға мақтан, осы да болады деп еріншектікке салынады. Өнерлі жанына тамыршыл болып жинала бастайтын, алдап, арбап жүретін шайтандар да бар. Сенім. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Абайдың айтып отырған екі қасиеті мемлекеттік ұлт болған жұртқа тән қасиет. Алғашқысы халық түгелімен ел басына бағынған, яғни мемлекетті басқарған адамдарға толықтай билік берген. Халық сол биліктегі адамдарды тыңдап, соның бұйрығын орындайды. Ал екінші қасиеті, қазақ елі ешкімге намысын бермеген халық. Егер аталарымыз айтып кеткен осы екі мінезін жоғалтпасақ, халықтық ынтымақ бірлігі жоғалмас еді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі кетеді. Мақалы осы екі мінезге тән айтылған сияқты. Біреулер елімізді жан жаққа тартатын болса, аузындағыдан, яғни қолындағыдан айырыласын. Сондықтан бірлікте болу керек деген екен. Мақтаншақтық. Мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін. Әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреу жатқа мақтанарлық мақтан іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Ол бір жүрген ойсыз адам баласы. Мақтаншақ адам мінезіндегі жағымсыз қасиет. Өзін өзі мақтаған өліммен тең деп айтылғанмен, кейбір сәттерде осы адам бойындағы қасиетті көре тұра, сол адаммен қарсыласпай, оны қолдағандай боламыз. Данышпан ақын толық адам болу жолын білім ғылымға талпынып, үлгілі, тәрбиелі ұрпақ өсіріп, өзге елдің озығын таңдау, жан дүниең таза болып, адами қасиеттерді бойға дарыту, халқыңа қолдан келгенше жақсылық жасау керек екенін айтыпты. Мен осы жолды таңдадым. Мен дұрыс жолды таңдадым. Ұрпақ тағдыры бәрімізге ортақ. Өскелең ұрпаққа рухани тәрбие мен сапалы білім беру ісінде ұлттық құндылығымыз, абай дүниетанымын терең танытуымыз керек. Қара сөздердің өміршеңдігі бүгінгі күнмен байланысы жалғасын табуда. Олай болса, тәрбиелі, ұлтжанды, патриот, бәсекеге қабілетті, білімді, саналы тұлға қалыптастыруда ат салсайық. Қиналып өмірден адасқан жанның абай қара сөздерін оқып, дұрыс жолға түсейік.